Интернетте бір ғана сөзді жазып 2500 рубль, яғни 10 000 теңге таптым. Барлықтарыңызға сәлем достар, Дәулет Бейсұлтанов YouTube парақшасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге интернетте ақша табудың жаңа бір жолын, жаңа тәсілін көрсетеміз. Ол жерде ең оңай тәсіл деп ойлаймын, себебі бір ғана сөздің арқасында 10 000 теңге табуға болатындай мүмкіншілік бар. Мұндай мүмкіншілік бізде wotimенно.ru деген сайтта, бұл сайтта сіздің фантазияңыздан шыққан кез келген бір сөз үшін 1500 рубльден бастап 3000 рубльге дейін ақша төлейді. Ол дегеніміз примерно 10-15 000 теңге. Сонымен wotimенно.ru сайтын тексеру және сіздерге көрсету мақсатында мен жаңа ғана регистрация жасадым. Регистрациядан өттім. Енді маған неге доступные заказы деген тұр. Негізгі сайттың мақсатын түсіндіре кетейін. Сайттың мақсаты кез келген заказчик өзінің ашқан бизнесі немесе бір кез келген бір нәрсеге ат қою мақсатында сіздерден көмек сұрайды. Яғни маған мысалы біріншісін қарап жіберейік. Название первой общественной бани Молдове дейді. Соған ат ойлап табу керек та, өзіңіздің нұсқаңызды ұсыныс ретінде жібересіз, және оны егер заказчик қабылдаса, ол үшін сізге 2500 рубль төлейді. Мен жаңа ғана регистрациядан өткендіктен менде қазір ранг жоқ, орында жоқ, баланста жоқ. Бірақ маған доступные заказы деген вкладка бар. Доступные заказының ішінде мен мына заказдарды қабылдай алмайды екенмін, себебі менің рангым 4 немесе одан да жоғарырақ болу керек. Яғни рангтар 5-тен басталады. 5, 4, 3, 2, 1 деп. 1 деген ранг ол ең жақсы рангты білдіреді. Қазір маған доступный заказдың ішінде мынау ғана. Бұл жерде бізде не делінген? Название брендов для сна на английском дейді. Енді қараңыздар. Мына жерде описаниесі бар. Нужно название брендов товаров для здорового сна семьи, премиальные матрасы, премиальные подушки, постельное белье, гаджеты, мобильные приложения для медитации, аксессуары и так далее. Все товары изобретены как ноу-хау, то есть нанотехнологии. В названии должно быть только одно слово на английском языке, которое точно отображает, что это продукт для здорового сна. Большая просьба не предлагать названия известных уже существующих компаний. Будем очень ждать новые свежие варианты. Енді бұл жерде мен жаңа варианттар предлагать етіп көрдім. Райдрим деген бар, Мир матрас деген бар, Матланд деген бар и Блистек деген бар. Бұл варианттар менің жаңа предлагать етіп көрген варианттарым. Бұл варианттарды қайдан алдым? Егер сіздің фантазияңыз өте жақсы болатын болса, ойлау өрісіңіз, сөздерді аудару қабілетіңіз жақсы болса, өзіңіз алып кез келген сөзді мына жерге жаза берсеңіз болады. 5-6 10 шақты варианттар предлагать етсеңіз болады, ұсынып көрсеңіз болады. Егер заказчик қабылдаса, ол үшін сізге ол 1500 рубль төлейді. Ал егер фантазияңыз жетпей жатса, бұл жерде бізге әрине жасанды интеллект ChatGPT көмекке келеді. Сонымен ChatGPT-ға кіреміз. Сайты мінекей көрініп тұр. ChatGPT-ға кіреміз де бірінші сәлемдесіп алайық. Привет. Привет, как я вам могу помочь дейді. Мына жерден аламыз да, добрый день дегенді алып тастап, бүкіл қалауын скопировать етіп аламыз. Копировать етіп аламыз да, ChatGPT-ға саламыз. Күтіп отырып, жаңа варианттар аламыз. Мінекей. Dream Zen, Sleepwise, Slumbertech деген бір 10 шақты вариант предлагать етеді. Оларды аламыз да, копировать деп, мына жерге вставить дей саламыз. Отправить варианты. Енді қараңыздар. 9 ошибка бар дейді. Бұл жерде жаңағы 10 шақты сөздің ішінде 9-ы уже ұсынылған сөздер. Яғни сізден де басқа осы жерде ақша тапқысы келетін адамдар осы сөздерді уже ұсынған. Сол себепті бірақ вариантымызды ғана қабылдайды. Ол мынау болу керек. Осы вариантты ғана қабылдапты. Жақсы дейміз да, ChatGPT-ға еще деп жазамыз. Ол алады да сізге тағы да бір 10 шақты вариант предлагать етеді. Оны аламыз да, дәл сол схемамен қайтып осында қоя саламыз. Отправить варианты. Менің ойымша бұл жерден де бір 6 ошибка тапты, демек 4 сөзді қабылдады деген сөз. Неке сіздің ұсынған варианттарыңыз осы жерде болады. Ожидающие реакции дейді. Барлығын осы жерден
қарап отырсақ болады. Чат GPT-ға тағы да еще деп жазып, одан да көп сөздер сұратуға болады әрине. Бірақ тағы бір сайт бар сізге көмектесетін, ол GenLogo деген сайт. GenLogoда мысалы придумать название деген бар. Придумать названиені басамыз. Мына жерде категориядан таңдаймыз. Примерно дети, семья немесе не бар тағы да. Әртүрлі тақырыптар бар. Сол тақырыптардың ішінен керегін таңдап аламыз. Мысалға здоровье медицина дей салайық. Примерно здоровый сон ғой енді. И мінекей матрас, ұйқы немесе түс және кровать деген сөздер бар ағылшынша. Солардың біреуін таңдай саламыз. Dream немесе давайте sleep пен көрейік. Sleep деген ұйықтау. И варианттарды қарастырамыз. Бұл жерде мынандай сөздер шығады. Sleep up, sleep plus, sleep la деген сияқты. Sleep mode. Бұл жерде тағы бір жақсы жері, біз орысша немесе кириллицада немесе латиницада жазуын таңдауымызға болады. Сол сияқты дети дом дей салайық. И sleep алайық. Енді кириллицамен бізге варианттар беріледі. Себебі заказчиктің негізгі сұранысы ол жаңағы кириллица емес, именно ағылшын тіліндегі сөздер деген sleep, silver, sleep, sleep, silver, sleep әртүрлі сөздер ұсынады бізге. Осы жерден де алып, сіз мына жерге қоя салып, жаңа варианттар предлагать ете аласыз. Сіздің вариантыңызды қабылдаған бойдан сізге 1500 рубль мына жерге баланс ретінде түседі. Оны біз шығарып ала аламыз қалай? Мына жерде сумманы жазамыз. 500 рубльден асқаннан кейін біздің балансымыз, біз уже ақшаны шығарып ала аламыз. Ақшаны шығару тәсілдері, бұл жерде 3 тәсіл бар. Мінекей WebMoney бар, YouMoney бар, ол Яндекс.Деньги және PayPal. Бұл кошелектарды сіздер білесіздер деген үміттемін. Өте оңай, өте ыңғайлы кошелектер. Соларға уже транзакция жасап өткізіп алсаңыздар болады өздеріңіздің баланстарыңызға. Сол себепті достар, негізі ақша табу оңай емес, бірақ осындай сайттардың арқасында көбірек ақша табуға болады. 1500 рубльді 5-ке көбейтсек 7500 теңге, 2500 рубльді 5-ке көбейтсек 10.000 теңге, даже 10.000 да асып тұр. 11.000, 12.000 теңгедей ақша табуға болады. Бұл жерде 2500, 2700, 2750. Сіздің рангыңыз өскен сайын сізге жаңа заказдар доступны бола бастайды. Мысалы, топ 100 копирайтеров деген бар екен, Милена, Снежанский, ранғы бір көрдіңіздер ме? 12 жылдай осы сайтта жұмыс істейді екен. Снежинский дейді, 13 жыл жұмыс істейді екен. Сол сияқты сіздер де осында жұмыс істеп ақша тапсаңыздар болады. Достар, Дәулет Бисұлтановтың YouTube парақшасына жазылып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Біз сіздер үшін ақша табудың көптеген тәсілдерін, жаңа тәсілдерін көрсетуге барлық күшімізді саламыз. Сіздерге деген ең оңай жаңа ақша табу тәсілдерін көрсетеміз және олардың алаяқтық болса алаяқтық екендігі жайлы айтып беріп отырамыз. Барлықтарыңызға рахмет, назарларыңызға рахмет.